жылдам хабарнама шұғыл дерек 30%-ға өсті. Видеоролик тұрсында толығырақ мәліметке ие болды қаласаңыз, видео төмендегі бір ғана лайк және подписаться. Түймелерін баса кетуді ұмытпаң. Әрбір басқан лайкыңыз үшін Кабатулланың қабырғасын ұстау сізге нәсіп етсін. Ал онда біз бастадық. Қазақстанда 66 жастан жұмыс жасайтын зейнеткерлер саны 30%-ға өсті. Алматы, 27 сәуір. Қазтаг, Валентина Владимирская. Қазақстанда 65 жастан асқан жұмыс жасайтын зейнеткерлер саны 30%-ға өсті деп хабарлады экономиканы зерттеу институтынан. Соңғы 5 жылда Қазақстанда 65 жастан асқан жұмыс жасайтын зейнеткерлердің саны 30%-ға өсті. 2022 жыл саны олардың 76,7 мың адамға жеткен еді, делінген беделіндегі институт ақпаратында. Ақпаратқа сәйкес, 2022 жылдың жұмыс жасайтын зейнеткерлер өңірлер бойынша бөлінісі әртүрлі болған. Зейнет жасындағы жұмыс жасайтындардың көбі Ақмолада 18,7 мың, және Қостанайда 17,8 мыңды құрайды. Олардың үлесі елімізде ресми түрде жұмыс жасайтын зейнеткерлердің 24%-ын көтереді. Сонымен қатар, Павлодар облысында 8,2 мың зейнеткер жұмыс жасайды. Солтүстік Қазақстанда 8 мың, ал Қарағандыда 7,2 зейнеткер жұмыс істейді. Зейнет жасына дейін кадрлардың ең төменгі Шымкент пен Маңғыстау облысында сәйкесінше 91 және 113 адам, ал Батыс Қазақстан, Түркістан және Алматы облысында жұмыс жасайтын зейнеткерлерде тіркелмеген. Зейнет жасындағы адамдардың жұмыс жасауы жалғастырылу себебі әртүрлі. Белсенді өмір салтын ұстану, жалғыздық пен іздеусіз қалудан қорқу, зейнетақыны сақтап қалу қабілеттерінің төмендігі 1,8 ең төменгі көрсеткіш деңгейі, немесе 2022 жылдың шамамен 73 мың делінген хабарнамада. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.